Танжонги Джу Венджун әлем чемпионаты ағышын матч. С4 ағышын бастамасы АТФ6 АТС3 Е5 АТФ3 АТС6 бұл өнді 4 ат варианты деп аталады. Бұны біліп жүріңіздер. Ж3 Д5 орталықты қопарды алдық алдық және піл Ж2 піл С5 рокировка және Д3. Мұна Е4-тегі торды бақылауға алу керек. H6 алдық алдық және піл D2. Уәзір D6 енді мынандай жағдай ыңғайсыз болуы мүмкін. Піл C3 уәзір E7. Ат D2 енді мүмкін мына жерге барастыр, мүмкін мына жерге барастыр. Енді әртүрлі жоспарлар бар. Ат D4 E3 мына ат бізге ұнамайды. Сол себепті қуып шығуға тырысамыз. Ат B5 A4 алдық алдық. Енді бізде 3 тамаша сарбаз болды. Енді қазір алға қарай ұмтыламыз деген ойдамын. C6 A5 егерде бұлай жасауға мүмкіндік беретін болса, қосалқы өтетін сарбаз немесе сарбаз шеге дегенді білдіреді. Піл D7 уәзір B3 мына жерге шабуыл жасау, екі тураның байланысын орнату, тура B8 және ат негізгі орталыққа келді. Піл D6 алдық алдық және D4. Мына үш бұрышты тамаша көріп тұрсыздар және мына пілге де көңіл аударсаңыздар болады. Көрдіңіздер ме? Барлық сарбаздар қара түсте орналасқан, бірақ біздің піліміз ақ. B6 алдық алдық және тура A7 қомағалар қатарына кірдік. Піл E6 уәзір A4 мына жерге шабуыл жасау 1 және 2. Тура C8, тура B1 жартылай ашық жолға орналастыру. Піл D5 алдық, алдық және уәзір D4 мына жерге шабуыл жасадық. Алдық, алдық және піл G2, патша G2. Дәл қазір ешкімнің ешқандай басымдығы жоқ. 0-0-0. B5, тура E1 дәл қазір біз деген қомағалар қатарына кіргіміз келеді және мына жерге шабуыл жасаудың амалы. A8, E7. Алдық, алдық, әлі күнге дейін ешкімнің ешқандай басымдығы жоқ. Тағы бір айта кететін 0-0-0. C5. Бұл Капабланканың ережесі. Жағдайыңыз қиын болатын болса, бірінші кезекте сарбаздардың санын азайтуға тырысыңыз. ATF3 алдық, алдық және патша F8. Болашақта енді мына сарбаз өте қауіпті болуы мүмкін, бірақ мына сарбаздың болашағы бұлыңғыр сияқты. Тура B7 бұл енді атақты тарыш ережесі, артынан орналастыру, шах және тура C2 мына қомағалар қатарындағы сарбаздарға шабуыл жасау. Патша E3 шах, патша D2 былай, патша E2 және тура F5 мынаны қорғау керек. Патша E3 H5, F4 және мені қараңыздар өрескел қате, патша E8 деген өрескел қате. Бұл қатеден кейін жағдай қиындап кетеді. Патша E4 мына тураның тұрақтылығы өте нашар екенін көріп тұрсыз. Міне қараңыздар, бәрі дұрыс, бәрі тамаша, бірақ патша E8 бұл барлық мәселені бұзды және қиратты. Патша E4 былай және тура B5. Ел аман жұтынышта сарбаздан айырылып қалдық және мынау өтетін сарбаздың қаншалықты қауіпті екенін көріп тұрсыздар. G6 D5 былай және патша E5 бұл деген тек қана алға қарай ұмтылу. F6 шах, патша D4, тура A2 мына қомағалар қатарындағы, бірақ бұл сарбаз маңызды емес, мына сарбаз маңызды және мына сарбаз, мына патша да керемет. Патша C5 былай және шах және тура G7 қайтадан тарышын ережесі мына жерге шабуыл жасаймыз. G5 F5 айырбастаудың қажеті жоқ, өйткені тарыш Капабланка ережесіне сәйкес сіздер деген сарбаздарды барынша сақтап қалуға тырысу керексіздер. H4 алдық алдық және тура H7 қайтадан мына жерге шабуыл жасадық. H3 патша D6, патшаның белсенділігі өте маңызды, өтетін сарбаз керемет. Патша B8, D7, D6, D8, D7, тура H3, патша B7, шах және бұлай енді тура B2. Енді бұлай қорғанудың амалы. Мына жерде қорғанудың амалы. 6 патша E2, енді патшаны
тура 2 патшаны Е7-ге қойып, Д8 деген іс-әрекетті жүзеге асыру. Патша Б7 және Д патша Е7 осымен ойын аяқталды. Қазір сарбаз деген уәзірге айналады.